Елден сұйытылған газда кетуге тыйым салуға байланысты 14 желтоқсаннан бастап солтүстік Қазақстан облысының полицейлері облыстық көліктік бақылау инспекциясымен бірлесіп рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Бірнеше күннен бері мұндай әрекеттер анықталмаған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ішінен сырт жаққа экспорттау газ тыйым салынады. Сол себеппен осы жергілікті полиция бөлімімен бірлесіп жұмыс жасаудамыз. Заң бұзушылық фактілері әлі күнге орын табылған жоқ. Тексеру жалғасуда. Барлық жүк көліктерін тексеріп жатырмыз. Сонымен қатар тәртіп сақшылары ауыр жүк көлігін заңсыз жолмен қайта жабдықтауды тексеруде. Қозғалтқышы үлкен көлік жүргізушілері көбінесе автогазды қолданады. Тәртіп сақшылары еске салады, қайта жабдықтау процедурасы тиісті рұқсат болған жағдайда ғана мүмкін болады. Сұйытылған газды заңсыз әкетуге жол бермеу, сондай-ақ тиісті рұқсатсыз қосымша газ жабдықтан орнату фактілерін анықтау мақсатында көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлерімен бірге рейдтік іс-шаралар өткізілді. Бұл рейдтік іс-шаралар ұдайы негізде өткізілетін болады. Қосымша жарықтандыру құрылғыларын орнату, шанақтың көлемін ұлғайту және баптаудың басқа элементтері рұқсат етіледі. Бірақ мамандардың келісімімен ғана заңсыз қайта жабдықтау қалыпты жұмыс режимінің бұзылуына және апат қаупіне әкелуі мүмкін. 2023 жылдың басынан бастап солтүстік Қазақстан облысында заңсыз қайта жабдықталған үшін 198 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ақнұр Қайырбек полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.